Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін осындай таңғы табиғат аясында сіздерге Аллах тағаланың көркем 5 есімнің сырын ашпақшымын. Ал бисмилля бастайық. Бізде 66-шы есімге келдік. Ол Әл-Мәджид есімі. Яғни мағынасы игілікті, даңқты дегенді білдіреді. Аллах тағаланың кез келген ісі игілік пен кемелдікке толы. Және де Аллах тағала өте кемел әрі жомарт деген мағынаны білдіреді. Әл-Мәджид есімінен кейін 67-ші есім Әл-Уахид есімі. Яғни Әл-Уахида деген Аллах тағала бір, тек, жалғыз. Яғни Аллах тағаланың ешқандай серігі жоқ, және де Аллах тағала ешкімге мұқтаж емес деген мағыналарды білдіреді. Және де 68-ші есім Әс-Сомат есімі. Аллах тағала ешкімге де еш нәрсеге де мұқтаж емес дегенді, мұқтаждықтың Аллах тағалада жоқ екенін білдіретін есім Әс-Сомат есімі. Яғни Аллах тағаланың ешқандай серіктесі жоқ, Аллах тағала барлық дүние жойылғаннан кейін де болады, және де ешкімге де мұқтаж емес, жалғыз деген мағынаны білдіреді. Келесі Аллах тағаланың Әл-Қадир есімі. Әл-Қадир есімі Аллах тағаланың шексіз құдірет иесі, шексіз күш иесі екенін білдіреді. Аллах тағала өзінің құдіретімен кез келген нәрсені реттейді, және де Аллах тағала бір нәрсе жасау үшін ешқандай құрал сайманның, басқа да көмекшілердің қажеті жоқ екенін осы Әл-Қадир есімінен білеміз. Келесі Әл-Мұқтадир есімі. Әл-Қадир есіміне ұқсайды, бірақ айырмашылығы Аллах тағала өте көп күштің иесі, өте көп күш құдіреттің иесі дегенін білдіреді. Яғни сенің мәселеңді тек Аллах тағала ғана шеше алады. Аллах тағаланың қалауымен ғана сенің проблемаларың шешіледі. Әл-Мұқтадир жаңағы Әл-Қадирдің өте күшті мағынасын білдіріп тұрды. Сондықтан да өміріңізде бір қиындықтар болып жатса, Аллах тағаланың Әл-Қадир, Әл-Мұқтадир есімін айту арқылы күш-қуат иесі және күш құдірет иесі Аллах тағала екенін мойындау арқылы біз өзіміз әлсіз, Алла тағаланың алдында әлсіз құл екенімізді мойындау арқылы иншалла проблемалар шешіледі. Сондықтан да Аллах тағаланың осы екі есімін дұға еткен кезде Әл-Қадир, Әл-Мұқтадир, менің бұған шамам жетпейді, менің құдіретім жоқ, тек сенің ғана құдіретің жетеді деп осы мағынада дұға етсеңіздер болады. Оның жаңына жаңағы Әс-Сомат есімін қойсаңыздар болады. Яғни біз Аллах тағалаға мұқтаж екенімізді Әс-Сомат есімі арқылы білдіріп, Әс-Сомат, мен саған шексіз мұқтажбын, өйткені менің мұқтаждықтарым тек сен ғана шеше аласың деген осылай дұға етсек те болады. Аллах тағала өте көркем түрде. Сондықтан да видео сіздерге пайдалы болса, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар.